Сәлем, бүгін сіздермен керемет блини жасаймыз. Ашытқысыз, разрыхтелсіз дайындалатын блини. Егер сіздердің блиніңіз жақсы шықпаса, осы рецепті міндетті түрде жасап көріңізге кеңес беремін. Алдымен 3 тұқымды сындырып аламыз. Барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы керек. Сол кезде сіздің блиніңіз керемет шығады. Үстіне 4 ас қасық шекерді саламыз. Шекер ерігенге дейін тұқым екеуін жақсылап араластырамыз. Екі ас қасық ұн саламыз. Үстіне 1 стакан жылы сүт құямыз. Түйіршіктері қалмайтындай етіп араластырамыз. Бұл жерде ұнның барлығын бірден салуға болмайды. Массамыз түйіршіктеніп, қамырдай болып, блиніміз жақсы шықпайды. Сол себептен ұн мен сүтті бөліп саламыз. Қалған сүтімізді құйып, тағы 2 ас қасық ұн саламыз. Осымен барлығы 6 ас қасық ұн саламыз. Қалған сүтімізді құйып, ешбір түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. 2 ас қасық сұйық май саламыз. Барлығын араластырып, осындай масса шығу керек бізде. Тапамызды майлап, ысып тұрған тапаның үстіне құямыз. Тапаңыз мұқиятты түрде қатты ысыған болу керек. Сол кезде блинілеріңіз тесік болып шығады. Осындай ағаш таяқшаның көмегімен шеттерін көтеріп аламыз. Тағы майлап саламыз ысып тұрған тапаға. Тапаға ешқашан вилка, пышақ тигізуге болмайды. Сол кезде сіздің блиніңіз тапаға жабысып қалады. Сол үшін осындай таяқшамен немесе зубочисткамен шеттерін көтерткізіп, кейін аударып аламыз. Барлық жері осындай бір келкі болып пісу керек. Міне осылай барлық жері бірдей тесік болып ажурный блини шығады бізде. Менің блиниларым дайын. Сіздер де дайындап көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет, жұмсақ болып шығады. Сау болыңыздар.